Дәрігердің қабылдауына бірінен кейін бірі кірген екеу. Бірі өрімдей жас қыз, екіншісі толықша денелі келісті келіншек. Кабинеттен ебіл-дебілдері шығып, жылап шықты. Кезекте отырғандар үрпейісіп қалды. Аяғы әр жерден бір тиіп, баспалдақтарды шалыныса аттап басқан жас қыз сол маңдағы шоқ-шоқ тал өскен шағын алаңқайға жеткенде ғана ес жиып, қалта телефонын алып, әлдекімнің нөмірін тере бастады. Ар жақтан көпке дейін ешкім көтермеді-ау деймін. Қыз бір орнында байыз тауып тұра алмай, сенделіп, тіпті оң аяғымен жерді тепкілеп қойды. Бір кезде іздеген адамы жауап берген болуы керек. Қыз телефонды жалма-жан аузына тосып, әлденелерді асыға айтты да, еңіреп жылап қоя берді. Кабинеттен бұл қыздан кейін кіріп, жылап шыққан келіншек жұртқа көз жасын көрсеткісі келмей, дәліздің қараңғылау бұрышына бұрылды. Бірақ бұл жер оны жұрт көзінен тасалай алмады. Жұртқа сыртын беріп тұрса да, әрі-бері тынымсыз сабылған дәрігерлер мен қабылдауға келгендердің біреуі өзіне аяй, біреуі мүсіркей қарап өтіп жатқандарын өн арқасымен сезініп, бұрынғыдан бетер өксіді. Сол күйі далаға шығып, қай жаққа баратынын ұмытып қалғандай ойланып біраз тұрды да, ілбей басып ол да алаңқайға қарай беттеді. Шағын алаңқайдағы ұзынша екі сәкінің біреуінде екі-үш қария әңгімелесіп отыр екен. Олардың жайбарақат әңгімесінің шырқын бұзбайын деген оймен келіншек екінші сәкіге қарай бұрылған. Оның бір шетінде бүк түсіп, бетін басып жылап отырған қызды көріп, сәл аялдады. Бұл бағана дәрігердің қабылдауынан өзінен бұрын кірген бойжеткен еді. Гинеколог маманның қабылдауына кімдер баратынын әркім-ақ білетіндіктен, оның кабинеттен шошынып жылап шығуының себебін ойлап қызға аяй қарады. Құдай-ау, жап-жас бала ғой өзі. Дәрігердің қабылдауын күтіп отырған кезінде өз ойымен әлек болып, кабинет табалдырғын бір үміт, бір күдікпен аттаған Айсәуле кезек күткендердің түр-түсіне назар аудармаған. Тек кабинетке өзінің алдында кіріп, одан булыға жылап шыққан қыздың иығынан төгілген толқынды қара шашы мен абдырау, ұялу, қорқу, табы қатар ұялаған әлем тапырақ жүзі есінде қалыпты. Өзі сияқты емес. Дәл қазір бұл қызға айналасындағылардың күлгені де, аяғаны да, мүсіркегені де керек емес сияқты. Іштегі запыран қайғысы өн бойын удай ашытып бара жатқан болуы керек. Ешкімді елең-құлаң қылмай, ішегін тарта солқылдап жылап отыр. Неге екені белгісіз. Айсәуленің таяу барып жылап отырған қызды бауырына басқысы келді. Бойжеткеннің бетін жауып, ақ дидарын жұрт көзінен көлегейлеген жібек шашын қолымен жинап, желкесіне буып беріп, көзінің жасын сүрткісі келгендей бір сезім биледі. Сол сезімнің жетегімен оған беттей беріп, байғұс бала, әлде бір ағаттық жасап, сол қателігін қалай түзетерін білмей дал болып отырған шығар, деп ойлаған. Тап осы кезде доңғалағы асфальтты сырып, шиқ етіп тоқтаған жеңіл машинадан бір жігіт жүгіре шықты да, екі-үш ақ қарғып жылап отырған қыздың қасына жетіп барды. Жас шамасы 18-20 шамасындағы жігіт өз ісіне сенімді, батыл адам болуы керек. Бүгіле жылап отырған қызды иығынан сілкіп өзіне қаратты да, әлденелерді бастырмалата айта бастады. Басқа жаққа кілт бұрылмаған, есілдерді осы отырған сәкі жаққа ауған Айсәуле енді не болар екен деп, демін ішіне тартып, не кетіп қала алмай, не тізе бүгіп отыратын жер таба алмай, сол маңда сенделіп жүрді де қойды. Көзінің қиығын ауық-ауық қыз жаққа тастап, екеудің бірін-бірі тыңдамай, өз дегендерін дәлелдегісі келген әрекеттерін алыстан бақылады.
қайран жастық шақ. Өзінікін жөн көріп, менің айтқаным болсын дейтін өзімшіл сезім билеп, әлемнің бар гүлін аяғының астына төгемін деген тәтті ертегіге риясыз сенетін шақ. Жас жігіттің әлденелерді дәлелдеуге тырысып, тоқтамай сөйлегеніне қарап Айсәуле сондай ертегіге сеніп, шалт қадам жасаған қызды өз дегеніне көндіргісі келіп, үгіттеп отыр-ау деп долданды. Байқайды, қыздың күткені жігіт айтып жатқан сөздер емес сияқты. Басын шайқап, үсті-үстіне сөйлеп, шыр-пыры шыққан қыздың жігітке әлденелерді түсіндіргісі келген қалпы осыны аңғартқандай. Бірақ оның уәжін естір құлақ жоқ екені сәлден кейін-ақ белгілі бола бастады. Әлгінде ғана әлденелерді айтып, қыз алдында жүрелеп отырған жігіт қолын бір сермеп, орнынан кілт тұрды. Машинасына қарай бір-екі қадам жасады да, ойына әлдене түскендей қайта айналып келіп, сәкінің шетінде бүрісіп отырған қызға төніп, тағы сөйлей бастады. Бұл не болды өзі? Бүкіл дүниеден түңілгендей, тұншыға жылаған қызға жақындай алмай, амалы құрыған Айсәуле бойын әлдебір белгісіз күйдің билеп бара жатқанын сезінді. Бейтаныс қыздың мына күйі жан дүниесінің астан кестеңін шығарып, өзін әлдебір қадамдар жасауға итермелейтіндей. Бірақ не істеуі керек? Оны өзі де білмеді. Әзірге ұққаны бейтаныс қызды мына күйінде тастап кете алмайтыны ғана. Содан да болар, кібіртіктеп, алға басқан аяғы кері тартып, сол маңды шиырлаумен болды. Шоқ талдың ар жағына барып, бір орын тауып отырды. Сәкі жаққа көзінің қиығын салып қарап қояды. Ондағы екеудің не деп жатқаны белгісіз. Тек қыз жылауын қояр емес. Ал жігіт келген бойдағы арыны басылған. Бірақ саусағын шошайтып, қолын сермеп сөйлеуін қоймағанына қарағанда, әлі де өзі жөн санаған нәрселерді дәлелдеп отырған сыңайлы. Екінші сәкідегі қариялар орнынан тұрып, бірін-бірі демей кетіп бара жатқанын көріп, Айсәуле олардың орнына келіп жайғасты. Қыз бен жігіттің бет жүздері бұл жерден ап-анық көрінеді екен. Екеуі де қараса көз тоятындай әдемақ, киімдері де сәнді. Сірә қалалық жастар болуы керек. Өздерін еркін ұстаулары, киім киістері соны аңғартқандай. Сырт қараған адамға көше қыдырып келіп, бір мезгіл тыныс алуға аялдаған жарасымды жұп секілді көрінуі әбден мүмкін. Тек зерделей қараған адам ғана бір-біріне қиыс қарап, тоң теріс отырған екеудің арасында дәл қазір бітіспес қайшылық барын түсінер еді. Айсәуле терең күрсінді. Бүгін оның сәби сүйем деген соңғы үміті үзілді. Тұрмысқа шыққалы бері алғашқы 3-4 жылды есептемегенде соңғы 15 жыл бойы басты арманына жету, балалы болу үшін бұл не көрмеді. Дәрігерден дәрігер оймады, емшіден емші қалдырмай қаралды. Әулие әмбиенің басына түнеп, жаратушыдан бір шикөкпемен беруді жалбарына сұрады. Ай сайын өзінен жүкті болудың белгілерін күтіп, үміті ақталмаған әр айда бір жасқа қартайғандай күй кешті. Ағзасындағы гормондық ауытқуларды қалыпқа келтіру үшін жасалған емнен толысып, жылдар бойы ішкен түрлі дәрі-дәрмектердің салдарынан бауыры сыр бере бастады. Айсәулені жанындай жақсы көретін жары бұрын мұның бала сүйсек деп ең атақты дәрігерлерге көрсетіп, ең қымбат дәрі-дәрмекті тауып алып ішіп жүргеніне түсіністікпен қарап, ақшасында уақытында аямайтын. Бірақ баланың жоқ екендігі уайымдайтындай қалып танытып, кейде тіпті Айсәулені қағытып қоятын. Тек өз қатарластарының балалары мектеп табалдырығын аттай бастағанда ғана таңат сыр берді. Бірінен кейін бірі балалы болып жатқан жолдастары шілдехана жасағанда, не балаларының тұсауын кескені, тілашарын өткізгенде тілек тілеп тұрып, көзіне жас алатынды шығарды.
ондайда өзі. Біз осындай тұқымымызбен көңілшекпіз деп жуып шаятын мен. Сабазым-ай, бір шикөкпеге зар болған деп күбірлеушілер қашанда табылатын. Сондай бір күбірді кездейсоқ естігеннен бері Айсәуле үшін баласыз өмір сүрудің мәні қалмағандай. Таңаттың ұрпақсыз өтетініне өзін кінәлі сезініп, өмірдің қызық қуаныштарына селсоқ қарайтын болды. Шындығында да дәрігердің қойған диагнозы бойынша биологиялық тұрғыдан алғанда бұл бақытсыздықта Айсәуленің де Таңаттың да еш кінәлары жоқ болатын. Тек алғашқы нәрестелері тумай жатып шетінеп кеткеннен кейін екеуі де дүние төңкеріліп түскендей күй кешті. Отбасылық өмірлерінде бастарына түскен алғашқы сынақ екеуін де есеңгіретіп тастағандай еді. Әркім өз қайғысын ауырырақ, ауқымдырақ деп қабылдаған болуы керек. Бір-бірінің алдындағы жауапкершілігін, парызын ұмытып, екеуі екі әлемде жүргендей өмір сүрді. Бір жыл бойы Айсәуле торғудан арыла алмай күйзелді. Таңат бар қайғысын сол ұмыттыратындай жұмысқа беріліп кетті. Қызметтік іс-сапарлар, түрлі жобалар. Олардан туындаған келісімдер әрі қарай өз шарттарын жүктеп барған сайын тірліктің ұйығына батып бара жатқан Таңаттың отбасына, жан күйзелісіне ұшыраған жарына көбірек көңіл бөлуіне мүмкіндік бермеді. Таңаттың 40-қа толған туған күнде оның жаңадан келген басшысы тәй-тәй басқан сәбиін жетектеп келді. «Кенжетайыңыз ба?» деп сұраған. «Тұңғышымыз» деп масаттана жауап берген оның келіншегі Нұрсәуле келесі күні Айсәулеге хабарласып, «Кел, біздің үйден шәй ішейік, жақынырақ танысайық», деді әлдебір сырды бүгіп тұрғандай жұмбақ үнмен. Бекер жұмбақтамаған екен. Айлас әйел мұңдас демекші. Таңаттың баласы жоқ екенін естіген ақ жүрек Нұрсәуле ұзақ жылдар бойы бала көтере алмай, ақыры жасанды ұрықтандыру жолымен сүйген сәбиін сол тойға әдейі алып барыпты. Енді міне, жақсылық жасауға асыққан ол мұндай тәсіл туралы талай естігенмен, тәуекелге бел байлай алмай жүрген Айсәулеге өзінің сәбилі болғанға дейінгі басынан кешкендерін біресе жылап, біресе күліп әңгімелеген. Келіншек көңілі өркеппіп, алабұртып тұрған Айсәулені иығынан орай құшақтап, өздеріне бақыт сыйлаған дәрігерге дәл қазір барам десе де еріп апаруға дайын екендігін айтып салды. Айсәуле үйіне қарай құстай ұшты. Жаңалықты Таңатқа айтып қуантпақшы. Сосын ертеңіне қалдырмай Нұрсәулеге еріп, екеуі сол қаралған дәрігерге бармақшы. Асыққаны сондай дәрігерге бара салысымен бойына бала бітетіндей алабұртты. Нұрсәуленің баласындай тәп-тәтті басқан сәбиді көз алдына елестетіп, ет жүрегі елжіреді. Таңат келіншегінің демігін, жүзін бір қызарып, бір қуарып тұрып айтқан ұсынысын бірден қабыл алды. Оның қолындағы тілдей қағазға Нұрсәуле жазып берген телефон нөмірін толқи теріп, дәрігермен қабылдау уақытын келіскен соң, көңілдерін бір үміт ұялағандай болған олар да өздерінің Айсәуле сияқты дегбірсізденіп, ертеңгі күнге асығып тұрғанын байқады. «Эко», деді күбірлеп өзіне өзі. Дәрігер айтқан сөзді қайталап, бұрын талай естісе де мән бермеген сөзі. Дауысталуы да ерекше, мағынасы да әзірге түсініксіз сөз екен. Отбасының бар бақыты осы бейтаныс сөздің сиқырына байланып тұрғандай тағы да «Эко» деп қайталады іштей. Ертесіне ерлі зайыптылар дәрігердің қабылдауында болып, толып жатқан тексерулерден өту үшін жолдамалар алып шықты. Екеуі үшін бұл таңсық нәрсе еместі. Бұған дейін де
талай рет осындай тексерулерден өтіп неше түрлі анализдер тапсырған. Жүгіріп жүріп лезде-ақ тындырды. Сосын олардың нәтижесін тықыршықтай күтіп жүргенде тағы бір тексерулер белгіленіп 2-3 күн көбірек жүргендері болмаса, тап бұрынғы кездегідей таныс процестерден толығымен өтіп, бас-аяғы 10 күннің ішінде дәрігердің алдында отырды. Дәрігер де бұлардың асыққан, алып-ұшқан көңіл күйлерін тап басқандай, емді дереу бастайтындығын айтып, қуантып тастады. Тым ерте қуанғандарына көп ұзамай-ақ көздері жетті. Жасанды ұрықтандырудың арқасында бала сүюдің айтуға ғана оңай екенін білген жұптың талай тап болған кедергіге бұлардың да маңдайлары соғылды. Дәрігер алдын ала ескертсе де, эко дегенді бір құдіреттей қабылдап, саналарына сіңіріп алған Айсәуле мен Таңат осы алғашқы сәтсіздіктен-ақ сыр берді. Осыған дейін перзент сүю үшін небір сынақтарға төтеп беріп келе жатқан келіншектің жүрегі қатты қысылып, ауруханадан бірақ шықты. Таңаттың жайы да мәз еместі. Бірақ қанша дегенмен еркек аты бар ғой, әйеліне басу айтып, өзінің көзі жетіп тұрған шамалы болса да, әлі де мүмкіндіктері бар екендігін Айсәулені сендіріп бақты. Әйелінің көзі ілінген кезде аяғының ұшымен басып, палатадан шығып үйіне беттеді. Таңертеңгілік жарқырап, жер бетіне шуағын төгіп тұрған күн кенеттен пайда болған шуда-шуда бұлттардың арасына бір кіріп, бір шығып, мұнымен тығылмақ ойнайтындай. Әншейінде көшіп бара жатқан бұлттарды қызықтауды ұнататын Таңат бұл жолы аспанға бас көтеріп қарағанда жоқ. Әлдене жоғалтып алғандай аяғының астынан көз алмай баяу басып келеді. Шудаланған бұлт қоюланып, тырс-тырс тамған тамшылар жиілей бастаған кезде үйіне келіп жетті. Ойдан шаршағандай әдетімен үйдің төменгі қабатында орналасқан спорт залға кірді. Киімін ауыстырып, қолына бокс қолғапшасын киген соң өзіне, не өзі де білмейтін әлдекімге кіжіндірген алапат сезімін ілулі тұрған бокс қапшығына құлаштай ұрды. Тағы ұрды. Мұның қуатты соққысынан шайқалақтап кеткен қапшық қайта келіп өзіне соқтыққанда тәлтіректеп барып ұшып түсті. Орнынан тұра келіп, ілулі қапшыққа қайта ұмтылды. Тербетіліп тұрған былғары қапшықта өші бар адамдай ақ тер көк тер болып соққылай берді. Әбден болдырып, әлі құрып отыра кеткенде самайынан сорғалаған терге көзінің жасы қосылып, еденге тырс-тырс тамғанда барып, еңкілдеп жылап жерге құлай кетті. Жедел жасаған ем-домнан тез ес жиған Айсәуле енді күйеуін ойлап алаңдай бастады. Байғұс не күйде екен деп ойлады жүрегі сыздай. Телефон шалайын десе, салған ақшасы бітіп қалыпты. Соны толтыру үшін төменгі қабатқа түсіп келе жатып, өткенде емхана жанында жылап отырған қызды көрді. Дөңгеленген ішін ұстап, қинала басып, оны екі медбике сүйіп, басқышпен көтеріліп келеді екен. Сірә босанатын уақыты болса керек. Айсәуленің жүрегі шыр ете қалды. Таңатпен сөйлесіп, көңілін бір демеген соң, әлде бір түсініксіз сезімнің итермелеуімен аурухананың әйелдер босанатын бөліміне барып, бағанағы қызды іздестірді. Босанатындарға арналған бөлмеде жатыр екен. Ашық тұрған есіктен қарап, толға қысқан әрбір жас әйелдің қасында бір-бір адамның қоса әбігерленіп жүргенін көрді. Тек бұл іздеп келген қыз көзін тарс жұмып, бүк түсіп жалғыз жатыр екен. Аяп кетті. Бұдан кейінгі іс-әрекеттің бәрінде ақылға салып емес, әлде бір сезімнің жетегімен істеген келіншек қыздың төсегіне қарай беттеді. Бұл ақырын басып қасына барғанда да
қыз көзін ашпады. Айсәуле қолын ұстап қобырап кеткен шашын сипады. Бір сәт тыңдағандай тына қалған қыз көзін ашқанда қасында отырған бейтаныс әйелді көріп таңырқай қарады. Оның жүдеу жүзіне, кезерген ерніне, үрей тұнған көзіне жүрегі ауырып елжірей қараған Айсәуле сәл сыбырлай «Қалайсың?» деді. Бейтаныс қыз үндемеді. Айсәуленің бәсең үнмен сөзін жалғастырды. Екеуміз әйелдер консультациясында бір дәрігерге қараламыз. Қыз түсінікті дегендей басын изеді. Бірдеңе деудің де үндемей қалудың да ретін таппай жата берер ме еді. Толғақ қысқан болуы керек, ерні жымырып қарлығаштың қанатындай қасын түйді. Осы сәтті күтіп отырғандай-ақ Айсәуле орнынан атып тұрып, жалма-жан оның белін уқалай бастады. Шын ықыласпен жаны ашып уқалады. Толғақтың беті қайтқан соң қыз Айсәуленің білегін сипап қойды. Үнсіз ғана «Рахмет» дегендей. Осы жай ерекше әсер етіп, бір-біріне жақындастыра түскенде екеуі де байқады. Толғақ келесі бір қысқанда қыздың өзі Айсәуленің білегінен шап беріп, әлде бір қауіптен сол құтқаратындай жабысып, жалбарына қарады. Жүкті келіншектер бірінен соң бірі түсіп жатқан соң қарбалас кезде кімге кімнің еріп келгенін дәрігерлер байқамай да қалған болуы керек. Айсәулеге назар аударған ешкім болмады. Алғаш сәл қуыстанғандықтан отырған ол келе-келе бойы үйреніп, өзін емін-еркін ұстағаны сонша бір-екі рет қызға ыстық шай әкеп беріп, зорлағанда болып ішкізді. Енді бірде қастарынан әрі-бері өтіп жүрген дәрігерді тоқтатып, бізді бір тексеріп қойыңызшы деп өтінді. Сіздердің түскендеріңіз әлгінде ғана емес пе? Деді дәрігер Айсәулеге бажайлай қарап. Сіз кім боласыз? Апасымын. Бірінші бала ғой? Әлде 8-10 сағатсыз босана қоймайтын шығар? 10? Қыздың даусы шошына шықты. Мен 10 сағатқа шыдамаймын, деді ол жыламсырап. Тәте, айтыңызшы, укол салып тезірек түсірсін. Түсіргені несі? Деп шошып кетті Айсәуле. Тәте, мен оны бәрібір алмаймын. Атанам білмейді. Жігітім үйленеміз деп жүріп, жеме-жемге келгенде айнып кетті. Қайтып асыраймын. Қалай күн көрем? Айсәуле ебіл-дебілі шыққан қызды құшақтап бауырына басты. Солығы басылғанша үндеген жоқ. Сосын нық дауыспен «Қорықпа, асыраймыз» деді. Тек түсіріп тастау туралы ойды ұмыт. Сені перзентханадан өзім шығарып аламын. Осылай деді де Таңатпен ақылдасайын деп палатадан шығып кетті. Сөйтсе күйеуі келіп палатасынан таба алмай, бөлімдегілер мұны іздестіріп жатыр екен. Неше түрліні ойлап, уайымдап тұрған Таңат Айсәуленің әлденеден ажарланып кеткен жүзін көріп, таңдана қарады. Әйелі келе салып перзентхана бөлімшесіндегі жағдайды айтып, босанатын қызды баласымен үйге шығарып алайық деп қолқа салды. Әншейінде көп нәрсеге елпілдей қоймайтын салмақты әйелінің дегбірсізденген қалпын, толқулы жүзін көріп, әрі науқасынан әлі айыға қойған жоқ, көңіл күйін түсірмейін деген оймен, үйіміз үлкен, неше адам әкелем десең де орын жетеді ғой, деді. Перзентханадан Айсәуле қызғылт көрпешеге оралған сәбиді көтеріп, оның анасын қасына ертіп шыққанда Таңат баяғы жастық кездеріндегідей гүлін ұстап күтіп тұр еді. Үйлеріне қоныстанған кішкентай адамның болашағы жарқын болады деген үмітпен анасымен келісе отырып, екеуі оған үміт деп ат қойды. Үміттің жағдайын жасау, оның анасының мойнындағы міндеттерді бөлісу ерлі-зайыптыларды еш қиналтқан жоқ. Тіпті уақыт өте сәбиді өз перзенттеріндей жақсы көре бастады. Анасының да оқуын жалғастыруға мүмкіндік жасады.
Сәби келген күннен бастап олардың үйінде өмір басқаша арнаға бұрылғандай. Араларында жас кездегідей сезім қайта жанданып, ерлі-зайыптылар күні кеше қосылған жар төсегінде құмарлана қауышатын болды. Дастархан басында да, көшеде де бір-біріне мейірлене, елжірете қаратқан сезіммен жан дүниелері нұрланып сала беретін. Бұрынғыдан әлдеқайда күшті қуатпен жанданған сүйіспеншіліктің себебін іздеп бас қатырған жоқ. Бір-бірін есепсіз, себепсіз сүйдірген Аллаға тәубе деді. Бір күні үмітке тамақ беріп отырып, Айсәуле әлдененің бүйірінен түртіп қалғанынан шошып кетті. Ұшып тұрып, төсегінің асты үстін қарап шықты. Ештеңе жоқ. Баланы алдына алып, қасықты аузына тақай бергенде іші тағы да бүлк ете қалды. Айсәуле, қап, кеше шұбатты көп ішпеуім керек еді, айтып едім ғой, ішті кетіруі мүмкін екенін, деп ойлады. Жұмбақ бүлкілдің сыры бір апта өткенде белгілі болды. Дәрігердің қабылдауына барған Айсәуле күйеуіне ес тандырар жаңалық айтты. Жүктеген кішкентай баламен әбігер болып жүріп, бойындағы кейбір өзгерістерге мән бермеген. Дәрігерге баруды да құнттамай бірнеше айды өткізіп алған. Нәтиже ғажап жаңалық болып күтіп тұр екен. Көпті көрген тәжірибелі дәрігер УЗИ-дің суретін қарап отырып, медицинаның күші жетпеген нәрсеге Алланың құдіреті жетеді, деді. Екіншіден, мына фактыны да ескеруге болмайды. Араларыңызда ерлі зайыптылық ерекше қатынастар орнығып, ол бойларыңызда ұйықтап жатқан гормондарды оятқан болар деп болжаймын. Үшіншіден, өмір деген осы. Не істесең, сол өзіңе оралады. Мен бейкүнә сәбиге деген қамқорлығымызды айтып отырмын. Үйіне алып ұшып жеткенде апыл-тапыл басып, алдынан шыққан үмітті көтеріп алып, бауырына басқан Айсәуле оның жұпар үйсін құшырлана жұтып, үмітім, өмірімнің бар үмітін жалғаған жарығым, деді көз жасын төгіп тұрып. Әңгіменің авторы Камал Әлпейісова.